Содан кейін мына депутаттар дейміз, депутаттар. Олар неге 1 миллион теңге алады? Бізге жанашымайды ешқайсы. Тек біздің территорияны алып алу. Сәтбаевтың құрған ғылым академиясын құртты ғой бұлар. Аз ғана халық асыраймын отырмыз. Ол сұмдық қой. Мәңгүрттер солар белең алып кеткен. Олар сенің тіліңде қарамайсы. Қарын тойса бол, балалардың қазір көрмейсің ме? Қайтадан орысшаға беріп жатыр. Намыс жоқ, ар ұят жоқ. Мызғымайтын біздің 30 жылда отырған билік бұл қашан кетеді? Не пәтері жоқ бұлардың, жастардың. Не қаражаты жоқ, қаражаттары өсірмейді. Картонды жегіздірді, жануарман. Картопты дегіздірді, анық арман. Қай жерге барсаң да шыға келер қымбатшылық. Жайлаған халық алдан. Ассалаумағалейкум, көкірек ояу көрермен. Бүгін ел тірегі каналындағы алғашқы бағдарламасы 3 буын деп аталатын бастай отырмыз. Бірінші 60-тан жоғары ата буын, орта буын 40 пен 60-тың ортасы, және іні буын. Бұл 25 пен 40-тың ортасындағы ер азаматтардың, зиялы қауым өкілдерінің айтары бар азаматтарды жинап, қоғамдағы қордаланған мәселелердің барлығын біз айтып отыратын боламыз. Бүгінгі студияда Қазақстан Республикасы Жазушылар одағының мүшесі, ақын, саман ғұмырында 52 кітаптың авторы Бақытжан Тобаяқов ағамыз келіп отыр. Қош келдіңіз аға. Рахмет. Мынау бірінші сұрақты бастасақ, мынау екі адамның бірі 52 кітап жаза алмайды. Оны жазу үшін адамға ой, зеректік, зиялылық керек деп ойлаймыз. Сол кітапты, сізше алғашқы сұрақты сол кітаптан бастасақ. Кітапты жалпы кім жазу керек? Не туралы жазылып жатыр? Ол кітаптардың ішіндегі толғандырған мәселелер туралы ойыңызды ортаға салсаңыз. Шындап келгенде кітапты адам өзі жазу керек, автор өзі жазады. Бірақ кейін кезде емес, бұрында да болды, біреулер жазып беретін болды. Мысалы, партияның қайраткерлері, Кеңес одағын, одан кейін оны ілесіп, мынандай, сондай болды. Мынау, қазір біздің түсіп кеткені, жазушылықтың рөлі, беделі. Мына жазғыштар көбейіп кетті, халтурщик қалай деп аталады, оларда жазармандар, жазушы сымақтар, өйткені олар көбісі анандай партиялық, анандай жұмыс етеді, пенсияға, зейнетке шығып алады да, жаңағы өмір баяндарын жазып, неше түрлі суреттермен жабыстырып, қалың кітап шығарады, соның бұрынғы еңбек жұмыстарын елеп өздерінше жаңағы әкімдер арқылы жаңағы кітаптар. Сіздің кітаптарыңыздың ішінде көбінесе ақындық қой, өлең шығу. Көбінесе ақындық, содан кейін не ғой енді, энциклопедист кітаптар шығардым мен. Содан кейін жаңағы проза, публицистика көбінесе. Мына заман ағымына байланысты жаздық. Прозалық кітабым да бар. Енді көбінесе мен енді ақындық бала кезден сол мына үдеріске кірісіп, мына халықтың жағдайын, халықтың ахуалын көрсету, бұрынғы тарихты бәрін екшеп, таразылап, біздің қазақ не көрмеді? Қазақ әсіресе кейінгі осы 20 ғасырда көрмеген зұлматтары жоқ, нәубеттері. Анау бірінші 3 аштық көрген, 3 ашаршылық, одан кейін жаңа қуғын сүргін, одан кейін соғыс, соғыстан кейін жаңа тың игеру деген. Сондай біздің қазекең ағаларымыз, аталарымыз шейітпік, оның алдындағы жоңғар соғыс. Біреулер айтады, сендер жоңғардан басқасы. Бізге жоңғардан басқа да мына Қытайыңда бәрі де тиісті, орысыңда бәрі де бізде. Олардың армандары көксегендер. Бізге жан ашымайды ешқайсы. Тек біздің территорияны алып алу. Мынандай ұлан ғайыр территория. Соның өзіміздің алаш арыстары қаншама күресіп,
осындай шекараны 20-шы жылы Ермеков, Әлімхан Ермеков бастап кімдер Әлихан Бөкейхановтар Лениннің алдында қорғап осындай территорияны ұстап. Енді осы территорияны ұстап тұрмыз ғой, бірақ енді соған жаңағы жан-жақтан мына шәуіл дейді. Мынау сіздің кезіңізде Кеңес одағының тұсындағы жазушылар одағының беделі абырой асқақ берей үстемеді. Қазіргі таңда неге түсіп кетті? Қазіргі жағдаймен енді сол кездегі салыстырып көріңізші. Кеңестер одағы кезінде жазушылар король болады. Король. Олардың кітаптарын шыққанда бір кітап жай орташа кітапқа машина алатын, Жигули алатын, ең жаман қаламақысына. Бәзір қаламақ тұрмақ. Айтып отыр ма, жаңа партийный функционерлер жазушы болып кетті де, бұлар ешкімге не бермейді, ананы бюджетке кіргізбеген, жай қоғамдық ұйым бол жазушылар одағы. Ұлттық академияда қоғамдық ұйым солай бола ма екен? Ең үлкен жаңағы зиялы деген жаңағы ғылымды, білімді алға сүйрейтін осы жазушылар одағымен не ғылым академиясы, Сәтбаевтың құрған ғылым академиясын құртты ғой бұлар. Бұл не деген сұмдық бұл? Сәтбаев біздің академиямыз, ұлттық академия, екінші орын алатын Қазақстан. Анау кімдер келдіштер бәрі келіп, ой, таңғалып. Кейін Манас Қозыбаев басқарды. Манас Қозыбаев енді институты басқарды ғой, тарихи. Ол энциклопедияны басқарды. Сәтбаевтан кейін ең үлкен академик Бөкетов деген болды. Евгений Арыстанұлы. Мен соғыстың шәкіртімін. Сондай адамдар. Әлкей Марғұлан, кімдер, Бөкетовтер. Жазушылар одағына оралайықшы, жаңағы. Сол кездегі Сәкен Сейфуллиннің салып кеткен Сара жолы. Ой, десеш, солардың бәрін 36 жылы керемет біздің бірінші 10 күндік болып, сонда бірінші Күләш Байсейітова 24 жасында халық артисі болып, Жамбыл Жабаевқа еңбек қызыл орденін өз қолымен тапсырып, сондағы біздің абыройымыз керемет. Жазушылар одағының. Сәкен Сейфуллинге де берді. Сондағы енді Ілияс Жансүгіровтер, солар шықты. Ал алдында Алаш Арыстар, Мағжандар, бір жақтар, олар тіпті екі бас елдер, талант жағына да олар да мықты болды. Бірақ бүгінгі күнгі Ұлықбек Есдәулеттің істеп жатқан істері қалай? Бүгінгі күнге оралайық. Енді бүгінгі күнге оралсақ, енді оның шамасына, шарқына байланысты, бәрі қаржыға байланысты. Бір бюджеттен қаржы бөлмейді үкімет. Сол тиіп қашып алдыңғы жылы бірдеме берген екен, машина алды, анау. Бірақ кезіндегідей емес қой, кезіндегідей емес. Бұның дүркіреп шыққан кезі кімдер, мысалы, Әди Шәріп деген жазушылар одағының төрағасы 60 жылдардан. Ол кісі министрлік кеңесінің орынбасары болған. Содан ол кісі оқу министр болды. Содан кейін Мүсірептен кейін сол кісіні қойып, ол кісі болмайым деп, бірақ жаңағы шаруашылықтың істің адамы ғой. Сол келіпті жаңағы орынбасар етіп, Жұбанды қойды, Жұбан творчествоны қаратты, өзі жазушылардың жағдайын жасады ғой. Үй салып берді. Ақ үй, сары үй деген үйлер болды. Бәріне пәтер алып берді көбісіне. Қазір ол мүлдем жоқ. Жоқ қой, мүлдем құрыды ғой. Содан бертін келе кімдер әлуарлар, халық Әнуар Әлімжан. Сол кішкене тырысып, одан кейін жазушылар шығармашылық үйін мына не жақта, тау жақта, соны салдырды. Соны Мүсірептер ашты 83 жылы. Оған біз қатыстық. Сол кезде енді керемет кезет. Содан мұна келді де бүлдірді 85-те анау қайта құру деді. Одан кейін кеп мұнау ыдырады. Одақ ыдырғадан кейін бәрін ыдыратты. Сонымен жаңағы біздің жазушылар одағының қазір беделі жоқ. Бірақ жазатындар таланттар бар, жазып жатыр, шығып жатыр. Сыйлықты алып жатыр, сыйлыққа әншейін сүйек тастағандай қылады. Бірақ
негізі біз талантты халық қой, қазақ халқы. Қазақ халқы ақын халық. Жаңа Жамбыл атамыздан басталды ғой. Бірақ бәрі негізгі Абайдан басталады ғой, Абайдан. Абайдан бұрында мықты ақындар, жазушылар болған. Сол Абайды енді Темірқазық ұстанамыз, өйткені Абай атамыз барлығын кемеңгер де болды, ол кісі тек қана ақындық, жазушылық емес, ол кісі философ болды, үлкен ғұлама болды. Қазіргі таңда Қызылорда облысы Арал өңірінде, Маңғыстау өңірінде ауыл шаруашылығының министрінің қателігі ма, ол я президенттің қателігі ма, қуаңшылықтан зардап шегіп жатқан халық былай тұрсын, аштан өліп жатыр. Жылқы да, 4 түлік мал. Соның себеп салдары неге олай болып жатыр? Оған жіберетін ауыл шаруашылығы министрі қайда қарап отыр? Көшеден алып келеді, көшеде министр қояды. Ол не біле, не ештеңе. Енді кеп болашақты, ауылға барып, елді аралап, елдің ішінде істеп барып, пісіп барып, көтерілу керек қой. Жоқ, көшеден алып келеді, ол не біледі ол? Содан бар, содан нәтижесі осындай болды. Нәтижесі осындай болды. Ал кезінде қалай? Бұлардың әкімдердің бәрі неде көбісі кабинетте отырады екен. А бізде қалай болды баяғыда, совет кезінде де? Мысалы Асқаровтар, Асанбай Асқаров. Мына керзетікпен шалшықты суды мен жүретін. Ауылда бәрін көріп. Ал не ал? Сондықтан оны білмегеннен кейін жаңа арпа мен бидайды білмейді екен, анада Асылжан деген Мамытбек деген болды, ол да малдарын ажыратамай. Сондай адамдарды қояды бізде, пісіп жетілген адамдарды қою керек қой, сатадан өсіп. Сөзіңіз аузыңызда мына Кеңес одағында айтады, кадр ешай түсеу, кадр жоқ. Кадр жоқ. Содан кеп аяғы солай болды. Өзіміз азақ халықпыз, шын несі 19 миллион, бірақ қазағы өзінің ішінде 13 миллион, біразы шетте жүр. Сол аз ғана халық тасырайымы отырмыз, сол сұмдық қой. Бір қаланың халқы ғой, бір қаланың. Бір Москваның халқы, соны біз 19 миллионды асты байлық. Түсінікті, мынау соңғы жылдарды болып жатқан мынау бірінші кезде жай әркім өз еркімен вакцина салдырады деді. Енді мәжбүрлеуге шықты. Енді балаларға 12 мен 16-18-дің арасындағы балаларға саламыз дейді. Бұған көз қарасыңыз қалай? Біз енді медицинаға жақын емеспіз, бірақ енді мәжбүрлеудің керегі де жоқ. Бір жағы, екінші жағынан вакцина өршіп барады, пәле. Вакцина салмаса тағылмайды, бұрына тиф не болды, сүзек, сондайды, сол кезде... Жоқ, бұрын кезінде. Оған вакцина салды ғой жаңағы. Сонымен өтіп кеткен, талай болған. 19 жылдары не болды, холера болды, неше түрлі, содан өтті қой, бірақ вакцинаны дұрыстап ұйымдастырса, ол болар еді, бірақ дұрыс ұйымдастырмайды екен. Ол да бәле. Медицинаны жаңағы ақшан сұмдық үйіп-төгіп бөлді, оны да дұрыс ұйымдастыра білу керек. Сол пәленің бәрі ұйымдастыра білуден. Ұйымдастыра білмейді. Біздің кезінде, совет кезінде қандай еді? Ой, директор, заводтың директор дегендер, жанына жүремайтын, кіремайсың. Сондай. Энергетикада істедім, министр энергетика 20 жыл Батыров болды. Тірілдеп, қалшылдап тұратын бәрі. Енді содан кейін көп отырғызбау керек. Мысалы, 20 жылдар отырды, 15 жыл, 10 жылдар қазір мысалы, 3-5 жыл сайын оларды ротация дейді, кадрларды ауыстырып тұру керек. Әйтпесе, елді де солай басқару керек. Әлихан Бөкейхановтар парламенттік республика деген, ең әділ деген сөйтіп олар соны айтты. Парламенттік республика болсын деп. Өйткені бір адам басқарса, не болады? Сталин не қылды? Сталин не қылды? Хрущев не қылды? Бәрін құртты. Бір адамға ол жеке басқа табынушылық болады. Сондықтан жұмдық ақылдасу мен парламенттік республика солай басқару керек елді.
Мысалы шетелде солай ғой енді, сол өркениетті елдерде солай 3-4 жыл, 5 жыл, ары кетсе 8 жыл. А бізде не? Сондықтан әділет, біз енді әділет сүйгіш, мына қазақ халқы мына жылқы мінез әділет сүйгішіміз. Жылқыны шабынан тарта берсе атылады ғой. Сол сияқты біздің халықта солай жаңағы 86-та шабынан түртіп. Оны троллейбуста келе жатқанда жаман орыстың кемпірлері тисе, «Вы чё на своем? Вы чё на своем?» деп дейтін. Сондай басынған, Алматыда 13% болды қазақ. Не деген басынғандық? Біздің жерімізді таптап, нанымызды жеп, суымызды ішіп отырып, сөйтіп. Содан адам ашынғаннан шықты, ашынғаннан шығады, ащы даусын деп, халық, еліміз, жастарымыз шықты. 13% студенттердің арқасында дейді. Сондықтан бұлардың бізге істемеген жоқ, мысалы. 2007 жылы Мұхтар Шаханов ақын ағамыз Халық рухы партиясын құрмақшы болды. Өзіңізде? Иә. Сонда қол жинадыңыз. Бүкіл 14 облыстан 120 мың ба? Біраз адам жинады. Иә. Сол не үшін ол тіркемей қойды? Зағипа Балиева әділет министрі. Зағипа деген енді биліктің адамдары ғой. Әлі күнге дейін жауап бермейді. Әлі күнге жауап бермейді ол ешқашан. Сол ішінде қалды ол. Оған айтқан, давай жіберме. Ондағы мақсат анау қазақ халқының оянып кетеді. Оянып, ол халық рухы қаншама жинап бердік. 10 күннің ішінде где-то 90 мың жинап. Құрылтай өтті ғой, 14 облыста. Құрылтайды Алматыда жасадық. 9 маусым 2000. Содан жаңағы соңғы қазақстандық ұлт дегенге қарсы шықтық біз. Біз ашаршылық жариялаймыз дедік, қазақ шошып кетті. Астанадағы халық мемлекеттік тіл қозғалысының төрағасы Сайлау Батырша. Сол кісінің бірінші орынбасарысыз. Сондай иттігім бар. Иә. Содан кейін жаңағы сол қозғалыс қандай іс-шараларды ұйымдастырды? Ойбай, қаншама іс-шара ұйымдастырдық біз. Нәтижесі жоқ. Мемлекеттік тіл, қазақ тілі, мемлекеттік тіл, менің тілімде қаншама форумдар ұйымдастырдық. Бізде бұның бәрі қара орыстар, мәңгүрттер, солар белең алып кеткен. Олар сенің тіліңде қарамайсы. Қарын тойса болды. Балаларын қазір көрмейсің ме? Қайтадан орысшаға беріп жатыр. Намыс жоқ, ар ұят жоқ. Сенің осындай жеріңді, еліңді алып берген ата-бабаларымыздың енді соны ақтау керек қой. Жоқ, орысшаға беріп, орысша өлмейді ол орысша. Қазақша уыздан жару керек, тілді уыздан жарып, содан кейін параллельно орысша ешқайда қашпай, өлмейді ол. 120 миллион халқы бар олардың. А бізде не? Әр кетсе шетелдікін санағанда 15 миллион ба солай? Біз өзі 12 миллионбыз. Қазақстанда. Сол енді ойлану керек қой, ойланбайды. Үкімет немқұрайды қараймын, сондай бір ешқандай осы қазағым дегенге жүректерін ұстап жұмыс істемейді. Тіл мәселесі, дін мәселесі, вакцина, әлеуметтік әл-ауқаттық деңгей, көп балалы аналар шырылдап жүр. Осы қоғамда қордаланған мәселе шаш етектен. Осылардың бәрін тығырықтан шығу үшін қазақ не істемек керек? Қазаққа әділдік керек. Әділдікті үкіметтің түрі жоқ, әділдік беретін. Құрашейін жаңағы уәде береді. Сондықтан халық өз жұмыстары керек. Барлық жерде патриот жігіттер ұйымдастыру, қыздар бар бізде. Әсіресе қыздар, әйелдер жақсы көтеріліп жатыр. 86-да солар шықты ғой, қыздар, өзім көзіммен көрдім, арасында жүрдім. Шетелге кетіп жатыр біраз адамдар, біраз жастар. Жұмыс, соң кейін Қытайдың экспансиясы 56, не деген сұмды ғой. Оны біз өзіміз-ақ сала аламыз. Кезінде, Совет кезінде Қытаймен ешқандай не бар? Дипломатиялық қана байланыс сондай болу керек, болды. Қытайды айтады, Қытай қаптаса, сары орыс әкеңдей болады. Қара Қытай қаптаса, ақыр заман болады. Олар адамға жаны ашымайды, олар көрдім мен, бардым мен, олардың көксегені біздің территория, біздің жер.
ойбай мына қазақтарға кішкене көмектесу керек, ету керек деген ой жоқ. Кәдімгі сартылдатып салып жатыр завод. Не ол? Оны өзіміз ақ саламыз. Ол не ол? Соншама қиын бол. Салып, оның ешқандай нәтиже жаман экологиясы нашар заводтар салады екен, әкеледі екен. Сондықтан бізге керек жоқ ондайды. Сондықтан біз жан-жақтан әрине проблема өте көп. Бірақ соның бәрін ұйымдастырып жасау керек бәрін. Оған ақылмандар болады, оған іскер жігіттер бар, іскер қыздар бар. Соларды тарту керек. Қардың басын қаралар, қанның басын қаналар дейді. Мызғымайтын біздің 30 жылда отырған билік бұл қашан кетеді? Отыра береміз бе, көзіміз бақырайып? Отыра бересің, өз бақ жиып көзің бар. Өйткені не жоқ? Ешқандай үмітсіз шайтан? Үмітсіз шайтан, жастар өсіп келеді, бірақ жастардың біраз шетел. Өйткені көкжиекті көрмей тұр. Көкжиекті көрмей тұр. Бұрын қалай болады? Біздің кезімізде қалай еді? Ойбай өсеміз, біраздан кейін біраз жыл істеп пәтер аламыз. Не пәтері жоқ бұлардың, жастардың. Не қаражаты жоқ. Қаражаттары өсірмейді. Содан кейін әрине шетелге барады. Сондықтан бізге өте ұйымшылдық, барлық жерде мына трайбализмді құрту керек. Трайбализмді құрту керек. Мына жерде өздерінің адамдары екен, кімдер қояды. Облыстарда өздерінің адамдары. Болмайды оны. Жігіттер іскер, қолынан іс келетін білімді адамдарды қой. Жоқ, өз біздің бала ғой, ол біздің бала ғой деп жаңа астыртын сырады екен. Болмайды ол. Содан шығып тұрғаны. Арыстың жағдайы да солай болды. Мына ненің жағдайы болды. Осы жем шөпті соны алдын ала дайындап қой. Несін не өздерінде планерка нелер болады, жиналыс болады әкімдіктерде. Не қарап отыр? Әкімдіктер жұмыс айтып отыр ма жаңа? Кабинеттен шықпайды екен, ел жерді аралап жүру керек, көру керек, мына елмен қатынасу керек. Жоқ, олар жоғары қарап отырады. Жоғарыға жағынсақ, халықты өзінің әлемі бұлардың. Өзінің халық, бұлар оқымайды, мына интернет нелерді оқымайды. Сол кім билік өз бетінше, қарапайым халық өз бетінше. Менің естуімше Қасекең оқиды дейді, мыналар өздерінше бір-бірімен бәсеке бұлар. Мақтанады, ой, анда шетелде болдым, анда болды, бір-біріне мақтан, жиып, сонымен мақтанады. Ал енді халыққа көмектесу деген жоқ. Бір адам, содан кейін мына депутаттар дейміз, депутаттар. Олар неге 1 миллион теңге алады? Қандай негізде олар алады? Не істеп? Олар мысалы, мына дайын жобаны үкімет жасайды. Үкімет жаңағы правительство үкімет жасайды да, бұлар соны оқиды да, содан кейін мектептің оқушылары ұқсап қол көтереді, болды. Не жұмыс ол? Не істеп жүрген? Не? Сенатор бар шағын. Соның екі сенатор. Біреуде болса болды ғой, сенатор жаңағы мәжілісхана болды. Жоқ, 18 миллион халыққа кішкентай екі парламент. Не деген сонда ол? Оның бәрі бюджетке жүк қой, бюджетке жүк. Мұна жетіспей қалады. Коронавирус кезінде қалай қиналды? Оның бәрін біразын жеудің амалы бұлар. Тек қана бір негізі жеп. Тендер деген бәлені шығарды. Тендерде тек жейді екен. Содан кейін бір-бірін көрсетеді, сонымен түрмеге тоқтады. Дұрыс қой енді, өйткені жеудің амалы. Сыбайлас жемқорлық сол ғой. Мұндап жоғын жоқтайтын жігіттер өсу керек. Айтып отырсыз ғой, өскелең ұрпаққа, қазіргі билікті бермей отқан аға буын өкілдеріне, жалпы осы тыңдармандарға болашақта бір не тілер едіңіз, не айтар едіңіз? Мен жастарға сенемін деп Мағжан айтқандай, арыстанда айбатты, жолбарыстай қайрат. Жастар шығу керек. Жастардың
қамын ойлау керек. Бір өлеңмен аяқтайын. Біз не көрмедік? Нарық деп жанталасып өнерледік. Табиғи түзу жолмен жүрсек егер, осыншама былыққа біз көнермедік. Бар ма екен бұл ұлықты жан бауыздар, билікте отыр мәттәм жалмауыздар, сөктей бар байлықты сорға мүлдем тоймайтын тоғышарлар қандауыздар. Халықтың несібесін ырып жырып, жинаған тергендерін қырып сүріп, шалқып жүр шенеугінің бұзық жүлік. Картонды жегіздірді жануарман, картопты дегіздірді анық арман. Қай жерге барсаң да шыға келер қымбатшылық. Жайлаған халық алдан, елімде ахуал мүшкіл, жағдай қиын. Сорақылық бұл іске бармай тиім. Серебесін сілтейтін селтеңдерге алашында табылар қандай ұйым. Бәрекелді Бақытжан аға. Осындай өлең жырларыңыз халыққа рух сыйлайды. Өйткені жаңағы Жұманазар ағаңыз да айтқан ғой, халқыңның жырын жатта жалықпайсың, көгінде қыран болып қалықтайсың. Ана тілін үйреніп білмей жүріп, ұлтыңның ұлы болып жарытпайсың дейді. Рухтандыра. Сенім бар ғой, үміт бар, үмітсіз шайтан дейді. Халқым, Құдайға шүкір, талантты халық, қазақ не көрмеді? Бәрін көрді, бұдан да шығады, Құдайға шүкір. Дұрыс айтасыз. Осымен құрметті тыңдарман, көрермен, осымен біздің сұхбатымыз аяқталды. Көріскенше күн жақсы, сау болыңыздар.